Саламатсыздар ма, қымбатты әдеп подкастының көрермендері, тыңдаушылары, тыңдармандар. Сіздермен біраз уақыт араға салып тағы да жүздесіп отырмыз. Менің атым Ақсәуле Әлжан, менімен бірге қасымда әріптесім Жолдас Өрісбай. Біз бұл подкастта қазақ журналистикасында және жалпы әлем журналистикасында да болуы мүмкін болып жатқан өрескел этикалық мәселелерді талқылаймыз. Яғни қазақ журналистері жіберген этикалық қандай да бір сұрақтар туындаса, біз сол сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Және бүгінгі біздің жиналып отыруымызға бір үлкен себеп бар. Ол себепті қазір Жолдас айтып береді. Осыдан бірнеше күн бұрын журналист Қанат Тілеухан өзінің YouTube арнасына сұхбат жариялады. Сұхбат ол ақынмен болған, Бақыт Беделхан деген кісі. Және сол сұхбатта негізі кәдімгі хейт риторика айтылды, және оған негіз болған сол журналистің өзінің қойған сұрағы болды. Оның ол сұрақты жалпы қоюдың өзі этикалық тұрғыдан дұрыс емес. Сондықтан бұл жаңағы қоғамда кеңінен талқыланды. Жалпы ақынның пікірі де, журналистің ол жердегі позициясы, баланс сақтамау, сол қызу талқыланғаннан кейін біз де осыған келіп отырмыз. Жолдас, сізді сөзіңізді бөліп жіберейін. Осы жерде осы сұрақты қойып және жауаптың басын тыңдатып жіберейік. Содан кейін ары қарай жалғастырамыз, жақсы ма? Қазір бізде осы бір қазақ әйел бір еркекпен тең құқылы болу керек, әйел өзін өзі таңдау керек, жаңағы еркек деп былай өтпеу керек деген сияқты бір көзқарастар қаптап кетті. Осы туралы не ойлайсыз сіз? Кешегі мынау эфирде, тиктокта, әлеуметтік желіде қатын құтырған заман болып тұр ғой енді. Соны кім құтыртты? Психологтар. Олар айтады, еркектің сен күң емессің. Енің саған ешкім емес, атаң саған ешкім емес. Олар сенің жұмысыңа, отбасыңа араласпасын. Сен неге мына өмірге бір рет келесің, неге дұрыс өмір сүрмейсің? Ойың қалай, жаның қалай, нені қалайды, солай өмір сүр. Шынжырынан босалған ит сияқты бәрі гу ете қалды. Соның кесірге сапат тиіп жатыр. Әйелді ұрысқан, әйелді ұрған еркек жауапқа тартылады болды. Оларды одан сайын құтыртты. Бұл не? Қазақ отбасын саналы түрде қолдан ойрандау. Жалпы дәл бұл сұрақтың өзі мынау гендерлік мәселенің одан ары шығып кетуіне, жалпы әйелдерге қатысты өшпенділік қоғамда күшеюіне және сол хейт риториканың нормализацияға жетелеуіне алып келетін сұрақ деп ойлаймын, менің ойымша. Бұл жерде журналист нені меңзет, нені сұрағысы, нені білгісі келгенін білмеймін, шыны керек. Бірақ бұл риториканы керісінше журналист болдырмауға тырысу керек еді. Бұл жерде негізгі сұрақ қойған журналист мұны шықтырып жіберіп отыр. Яғни бұл жерде әйел мен еркектің тең құқықты болу керек деген көзқарасқа қарсы көзқарастағы сұрақта. Яғни әйелдердің алға шығып кетті, еркектерменен сөз таластыра бастады деген бір риториканы айтқысы келді ме? Бірақ мен түсінбедім. Шындап келгенде бұл қоғамды жаңағы отбасы құндылықтары, дәстүр деген жаңағы көзқарастарды бұрмалап, осының бәрін бұзылуына, қазіргі қоғамдағы мәдени дүрбелеңге осы әйелдердің өз құқықтарын талап еткені алып келіп отыр дегенге меңзеп отыр да. Мен түсінгенім енді. Жалпы журналист ретінде біз біріншіден келген қонаққа баланс болып отыруымыз керек. Мысалы, келген қонақ егер бір бұрмаланған пікір айтып жатса, немесе мүлде жалған пікір айтып жатса, немесе бір өшпенділік сөзін айтып отырса, онда журналист оған бірден қарсы көзқараспен жаңағы соны реттеп, тектеп, бұл жерде не айтқыңыз келеді деген сияқты баланс беріп отыру керек. Журналист негізгі міндеті зиян келтірмеу және шындықты іздеу ғой. Бұл жерде осы екі принципте бұзылып отыр да. Яғни Қанат Тілеухан шындықты іздеуге тырыспады және зиян келтірмеу принципін сақтанған жоқ.
Үшінші принцип та ол бұзылды негізі. Бейтарапты болу да принципі бұзылды бұл жерде. келісемін. Иә, бұл жерде тағын Қанат Тілеуханның баланс сақтап тұрудан көрі пассивті позицияны ұстап қана қоймай, керісінше сол қонақтың дәл солай өшпенділік көзқарасын айтқан кезде оны қолдаған сияқты, оның сөзіне күлімсіреп, сондай іштей риза болып отырғанын да байқадық та. Білмеймін енді, ол не үшін ол жерде ондай күлгісі келгенін Қанаттың өзі оны еш түсіндірген жоқ. Бірақ шын мәнінде ол сырттан былай өте өрескел көрінді деп ойлаймын. Толықтай келісем, біздің подкаст негізі журналистердің жұмысын талдайтын подкаст. Бұл жерде біз Бақыт Беделханның этиканы, жалпы адамгершілікті өрескел бұзғанын әрине айтамыз, бірақ біздің фокус негізі Қанат Тілеуханда болу керек. Өйткені журналист деген дардай атақ сол кісіде. Жалпы Қанат Тілеуханды мен бұрын білем, сыйлайтын сыртынан. Бірақ бұл сұхбаттан кейін мен ойланып қалдым. Негізі қазір интернет, кликбейт, YouTube, хайп деген күшті болып кетті ғой. Барлығымыз қаралым жинағымыз келеді, бізді көптеген адам көргісі келеді, сосын тіпті мүйізі қарағайда үлкен журналистердің өздері де кейбірде бір кликбейт атау таңдап, сондай бір әдейі бір шығарып алатын сөз іздеп, соны шығарып алып, тақырыпқа қойып, адамдар келсін, қарасын деген бағытпен жасайды. Мүмкін сондай әдейі қаралым жинайын деп, Қанат Тілеухан деген арнасына қаралым жинайын деп жасаған болуы мүмкін деп ойлап отырмын, яғни өзінің пайдасын іздеп отырған болу керек. Бірақ сол қаралым жинайымның артынан жүгіріп бара жатқан кезде, ол кісі Қанат Тілеухан әрине бұл жерде журналистік принциптарды бұза жөнелді. Қанат Тілеухан айтады, қазіргі заманда дейді, қазақ әйелі еркекпен тең болу керек деген мәселе шығып жатыр. Сіз оған қалай қарайсыз дейді. Сол кезде біздің түсінетініміз Қанат Тілеухан әйелді еркекпен тең көрмейтін болып тұр. Өйткені мысалға мен жолда сізді сұхбатқа шақырсам, сосын сізден сұрасам. Күн жүйесінде жер деген планета бар, Меркурий деген планета бар. Сіз оған қалай қарайсыз деген сияқты сұрақта бұл. Сосын сіз айтасыз, иә, күн жүйесінде осыншама планета бар, Меркурий бар деп жауап бересіз. Ал бұл жерде адам сұрақты қойған кезде бір қандай да бір конфликт іздейді, иә. Сонда Қанат Тілеухан ол кісіден әйелдердің еркектермен тең болуын конфликт көріп, соны сұрақ қылып қойып отыр. Мен логикамды түсіндіре алып отырмын ба, жоқ па жолдас бұл жерде? Яғни барлығына айқын нәрсе ғой, әйел еркекпен тең. Ол барлығына айқын нәрсе. Құдай бәрімізді бірдей қылып жаратты. Екі қол екі жақта да бар, екі аяқ екі жақта да бар. Қазақстан Республикасының заңы бойынша әрбір азаматтың құқығы бір-біріне тең. Яғни ер адамдарға Қазақстан Республикасының конституциясы бойынша артық құқық берілмеген. Дәрігерлер де айтады, ер адам жасай алған жұмысты әйел адам жасай алады, әйел адам жасай алған жұмысты ер адам жасай алады. Барлығы тең. Бұл жерде Қанат Тілеуханның қазақ әйелдері еркектермен тең деген сөздер шығып жүр соңғы кезде. Сіз не ойлайсыз дегеннің өзі бұл жерде біздің керемет екен деп жүрген журналистіміздің қандай деңгейде жатқанын көрсетіп жіберді шын мәнінде. Және қонақтың жауабы әрине барлығымызды таң қалдырған, көп адамдар ашынып әлеуметтік желілерде жазып жатыр. Ол кісінің айтпаған сөзі жоқ. Өзін керемет ақынмын деп ойлайтыны көрініп тұр. Керемет қоғам қайраткері ретінде сезінетін сияқты. Менің оған ешқандай таласым жоқ. Бірақ әйелдерді шынжырдан босаған иттермен теңеу ол кісінің өзінің дәрежесін көрсетеді. Егер ол кісінің логика, мен бұл жерде қазір журналист ретінде айтып отырған жоқпын, жолдас, мен әйел адам ретінде айтып отырмын, журналист ретінде бұған қосыламын. Айтып кетейінші, мүмкіндік беріліп тұрған жағдайда. Егер Бақыт Беделхан әйелдерді шынжырдан босаған итпен теңесе, Бақыт Беделханды ана туды ғой. Бақыт Беделханның өзінің анасын шынжырдан босаған итпен, шынжырдағы итпен теңеп тұр. Өзінің қойындағы жұбайын шынжырда жатқан итпен теңеп тұр демек. Өйткені мен солай қабылдадым. Бұлай айту, бұл өрескел зиян келтіру. Яғни ол материалды қарап отырған барлық әйел қауымы және жалпы өздерін адам сияқты, адамгершілігі бар адамдардың барлығына да зиян келді деп есептеймін. Ол кәдімгі орысша айтқанда оскорбление, біреуді келемеждеу, біреудің деңгейін төмен түсіру. Бұл жерде бір керемет қатты анализ жатқан жоқ. Мен әйел адам ретінде Бақыт Беделханның осы сөзін осылай қабылдадым. Яғни сіздің туған анаңызды сізде шынжырдағы итпен теңеп тұрсыз, біріншіден. Екіншіден, ол кісінің ойы былайда,
соңғы кезде психологтар, көптеген жаңағы түрлі ақпараттар келіп жатып, қоғамда әйелдер өзіне күш алып, бұрында қаймақтай үйіп отырған отбасыларды керемет жаңағы қазақтың отбасы деген керемет құндылықты бұзып жатыр дейді. Яғни әйел адамдар мен ажырасам десе, маған күйеуім қол көтерді, олай болмайды десе, оны тіпті полицияға хабарласып, күйеуім 15 тәулікке мысалға қамаса, ол әйелдердің кінәсі екен. Бақыт Беделхан оны ойлап отырған жоқ. Неліктен соңғы кезде әйел адамдар полицияға хабарласып кетті? Неліктен соңғы кезде әйел адамдар әлеуметтік желіде ашық жаза бастады? Неліктен соңғы кезде әйелдер өз құқықтарын қорғай бастады? Оны Бақыт Беделхан ойланып тұрған жоқ. Отбасы екі адамдан құралады ғой. Егер ер адам алтын адам болса, шын мәнінде де отбасына жауапкершілік танытса, әйелін сыйласа, балаларын бірге тәрбиелесе, керемет отбасы құрса, кредит алмай, ойын ойнамай, гамблинг жасамай, казиноға ақшасын тікпей, арақ ішпей, басқа қыздарға бармай, егер жөні жүзі керемет алтын басты еркек болса, ешқандай әйел одан бас тартпайды. Ешқандай әйел отбасын қараптан қарап бұзбайды. Ол проблема әйелдерге де керек емес. Бұл жерде құтырып отырған кім екенін Бақыт Беделхан жақсылап ойлану керек. Қазақтың керемет дәстүрлі отбасы құндылығын барлығымыз да сыйлаймыз, барлығымыз да сондай отбасы жасағымыз келеді. Ендеше тек қана әйелдер құтырып жатса, ол кісінің айтуынша, ер адамдардың рөлі онда қандай деген ойды Бақыт Беделхан ойланып тұрған жоқ. Яғни бұл жерде ол қоғам танушы, ақын, адам жанын зерттеуші, эксперт ретінде ол отбасыдағы екінші адамның рөлін ойлап тұрған жоқ. Кім қазір үйінде диванда мысалға айлап жатып алса, әйелі 3 жұмыста жұмыс істеп жүрсе, үйіне келіп баласының кірін жуып тамағын пісірсе, одан кейін күйеуінен сөз естісе, таяқ жесе, сонда әйел соны өзінің құқығын қорғаса, онда олардың құтырғаны ма? Мен бұл жерде журналист ретінде емес, жалпы әйел адам ретінде айтып отырмын, жолдас. Алып қосатыныңыз болса, журналистика этиканы содан кейін талқылайық. Мен негізі осы сөзді біздің шығарылымның соңында айтам ба деген, бірақ шыдай алмай кеттім. Иә, негізі Бақыт Беделханның айтқан пікірлерін 3 фрейммен түсіндіруге болады. Ол біріншісі дегуманизация. Яғни әйелді жаңағы шын жырдан болсаған итке теңеу, немесе жаңағы отбасының бәрін солай бұзып отырған осы әйелдер деп айыптай сөйлеу, ол дегуманизация элементі. Яғни мысалы социологиялық психологияда, социопсихологияда бұл термин жаңағы бүкіл қоғамның белгілі бір топқа немесе гендерге эмпатиясын төмендету мақсатында айтылатын паттерндерді. Мысалға жаңағы гитлерлік Германияда да неміс билігінің жаңағы еврейлерге осындай риторикасы болды да, содан еврейлерді қырып жатса, олар лагерлерге айдап жатса, оларға басқа адамдардың жаны ашыған жоқ. Яғни эмпатияға төмендеді, себебі оларды жаңағы әртүрлі жануарға теңеді, басқаға теңеді. Дәл қазір мысалға Израильдің Газаға атқылаған бомбасынан өліп жатқан газалықтардың жаңағы адам құндылығын төмендетіп, Израиль билігіне симпатиясы бар медиа ресурстар солай төмендетіп фреймдеп бергені, ол да дегуманизация. Осы бірінші фрейм, мысалы Бақыт Беделханның айтқаны, бұл фрейм неге айтылмау керек? Бұл айтылған кезде оны естіген адамдар жаңағы әйелді ұру норма екен деген көзқарасты қалыптастырады. Яғни мұндай хейт көзқарасты нормаға айналдырудың бір жолы да. Бұл жерде ең үлкен қателік журналистің осыған қарсы тұрып бере алмады. Екінші мәселе жаңағы victim blaming. Ол қарсы тұра алмағаны жоқ, күлді. Қанат Тілеуханның бірінші сұрақ қою формулировкасы дұрыс болмады. Екінші оның күлгені барлығымыздың ашуымызды туғызды. Жақсы айтасыз. Екіншісі ол жаңағы victim blaming. Яғни барлығын айдап келіп, әйелдерге бүкіл дәстүрді, отбасының ошағын бәрін ұстап отырған әйел екенде, олар өз құқығын талап еткен еді, бәрі шытырап жаңағы ыдырай бастады. Бүкіл мәдениетіміз дүрбелеңге айналды деп, тек әйелді ғана айыпты қылды. Сосын бұл жерде жаңағы мемлекет осыған келді де, осы сәтте отбасы туралы заң қабылдады да, сөйтіп әйелін ұрған, әйелін ұрысқан еркектерді жазалай бастады деді. Біріншіден, бұл екі азаматта сол заңды оқымаған шығар, олар былтырғы салтанат заңына сілтеп айтып отыр.
салтанат заңы жалпы ол тек қана әйел құқығына фокус жасалған заң емес, ол тұрмыстық зорлық зомбылыққа қарсы заң. Ол жерде тұрмыстық зорлық зомбылықты ер адам да көруі мүмкін, әйел адам да көруі мүмкін, балалар да көруі мүмкін. Оның ішінде кәдімгідей балаларды қорғайтын қанша пункт бар ол заңда да. Соны отбасы заңы дей салды да, осы отбасы заңын бекіту арқылы мемлекет те осы әйелдердің тырнақшаның ішінде құтыруына мүмкіндік берді деп айтып отыр да. Бұл екінші victim blaming әрекеті. Бұны да жоққа шығаруға болар. Мысалға, Қанат Тілеухан сол кезде сіз айтып отырған заң жоқ жерден пайда болған жоқ қой. Осы қоғамда көп әйелдің зорлық көргені, көп әйелдің осылай соққыдан өліп кеткенінің есебінен осы заң пайда болмады ма деген сияқты фоллоуап сұрақ болу керек еді журналисте. Ол болған жоқ. Үндеген жоқ. Мен айтамын, қазір сөзіңіз аузыңызда. Сонда Салтанат Бишімбаев өлтірген. Үндемей сонда жүргеннің сол керемет ұйытқы қазақтың отбасының сақтаймын деп үндеген жоқ қой, рас қой. Оған дейін қаншама таяқ жеді. Сөйтіп соңында өлді. Күні кеше Айзат деген бір келіншек атын қателесіп айтуым мүмкін. Естідіңіз ба жолдас? Күйеуі атқа сүйреп өлтірген. Осы күні күйіне ғана болды. Мен естімеп, қай жерде болды? Оңтүстік аудандарда, мен қазір мына жерге сілтемесін салып қоям, неге титрға. Сондай жаңағы атқа сүйреп өлтірді деген осындай хабар шықты, ол осындай бар жаңалық. Және жақында ғана Атырауда ерлі әйелді болмаса да ер адамдардың қолынан өлген Яна деген қыздың да оқиғасы барлығымыз шулатты. Қазақстанда жәбір көріп жатқан осындай жертвалардың тағдырын жоққа шығарып отыр екеуі де. Үшіншісін айта бердім. Үшіншісі ол жаңа конспирологиялық теориялар, қастандық теориясы деп айтылады. Мысалға, мұның бәрі батыстан келіп жатыр. Мынау психологтардың бәрі әйелдердің құлағына сыбырлап сөйлеп, осылай сен таңдауың бар, сен құқығың бар деп айтып, бүкіл біздің дәстүрлі қоғамды бұзып жатыр деген сияқты нарративті айтты да Бақытбек ханым. Яғни барлығын мынау батыстан келіп жатқан осындай зиян дүниелер, біз бұған тосқауыл болуымыз керек деген теориямен айтты. Ол негізі теория автократиялық елдерде кеңінен тараған 5-ші колонна теориясы. Яғни мынау батыс елдері әртүрлі демократиялық институттардың қалыптасуына жаңа көмектесуге тырысып жатыр, әртүрлі гранттар арқылы. Соларды дискредиттеудің бір пропаганда фреймі ғой, негізі Ресейде кеңінен қолданылады, 5-ші колонна деп аталады. Ал шын мәнінде былай айтайық оны. Мысалға, біз дамушы елміз, бізде жаңағы ғылымда әлі іргелес дамымаған, жалпы социологиялық немесе жалпы коммуникация іліміндегі зерттеулер, қоғамның трансформациясы, мынау қазір identity іздеу процесі жүріп жатыр, Қазақстан. Осының барлығын бізде өзіміз қазақ ғалымдары өзі түгел зерттеуге мүмкіндігі жетпейді. Мысалы, әзір оған ресурстар жетпей жатыр. Оның көбіне батыс ғалымдары соған назар аударып зерттейді, мысалға, қалай өзгеріп жатыр, әйел құқықтары қалай өзгеріп жатыр. Сол өзгерістерді біз бәрібір қоғам күн өткен сайын интеграцияланып жатыр ғой, интернет ашық, бәріміз сол ағылшын тілінде шыққан деректерді, зерттеулерді оқимыз. Сол арқылы біз өзіміздің жаңағы білімімізді арттырамыз, жақсы қоғам құруға не қажет екенін түсінеміз. Сол алып жатқан білімді, сол алып жатқан жаңа демократиялық институттардың элементтерін қазақ қоғамына кіріктіріп жатқанын, мысалы, азаматтардың, соны 5-ші колонна деп дискредиттеуге тырысты да. Бұл жалпы қастандық теориясы, конспирологиялық теория. Шындыққа келмейді, бұрмаланған деректерменен түгел сол процесті жоққа шығарудың бір жолы деп ойлаймын. Бақытбек ханым соған жол берді. Яғни бұл қастандық теориясы емес пе? Сіз айтып отқан бұл 5-ші колонна ғой. Нақты айтыңызшы, қандай кейстерді айта аласыз деп журналист оның сөзіне араша түсіп, солай шындықты іздеуге тырысу керек еді. Жалпылама фреймдеп, міне осылай болады, осындай болады, біздің таза дәстүрлі қазақ қоғамын осылай ірітіп жатыр деген көзқараспенен жауап қоя салды. Бұл жерде менің Қанат Тілеуханға риза болған бір жерім, керемет адамдар ақын деп сыйлап жүрген,
көзі ашық, қарақты, керемет кісі екен деп Мұқағалиға теңеп жүрген мен бұл туралы білмеппін, бірақ ол кісі өзін Мұқағалиға теңеп жіберді. Демек сондай адамдар бар болып тұр ғой, ол кісіні Мұқағалиға теңейтін. Сондай деп керемет деп жүрген ақынның шын әліпбетін ашып бергеніне мен журналистке рахметімді айтам. Бірақ бұл жерде журналист оны ашып берем деп отырып, өзінің де бетін ашып тастады. Мен бүгін эмоцияға көп беріп отырмын. Сондықтан жолдас, сол мен айтарым сол. Тағы басқа алып қосарыңыз бар ма осыған байланысты? Бұл жерде журналист әрине сұрақ қойғанда, егер бұл тақырыпты қозғағысы келсе, дұрыстап қоюға болушы еді. Мысалға қандай формулировкамен қоюға болатын еді? Дәл осы сұрақты көтергісі келсе. Қалай ойлайсыз? Жалпы мысалға енді ол кісі ақын болғаннан кейін сыпайылап тұрып, жалпы поэзиядағы мысалға әйелдердің поэзиядағы орны болсын, поэзиядағы рөлі болсын, немесе жаңағы білмедім мен, бір жазылып жатқан еңбектердің ішінде әйелдің рөлі туралы айтылып жатыр ма деген сияқты, солай бірінші жұмсақтап соны беріп, содан кейін жалпы әйел құқығына ауысып кетуіне болар еді менің ойымша. Бірақ енді дәл бірден сөйтіп өзінің позициясында журналист бірден білдіріп қойғаны, енді ол уже екеуі бір жақта тұрып алып тобалап тастаймыз деген сияқты болды да. Негізі сұхбаттың бір маңызды тұсы, журналист сұхбат жүргізген кезде ол жерде ол дебат емес қой, сұхбат. Дебат болса, сіз екі қарама-қарсы позициядағы азамат шақырасыз, сіз модератор болып, екі жаққа бірдей баланс беріп отырасыз. Ал бұл жерде бір ғана қонақ бар, журналист бар. Демек, бір көзқарастың басын болып кетпеуіне журналист назар аударып отыру керек. Яғни, ана келген қонақтың көзқарасына қарсы оппозициялық баланс бола алатын көзқарасты журналисттің өзі беріп отыру керек. Мысалы, біз саясаттанушылармен сөйлесіп сұхбат алған кезде, немесе бір экономистермен сөйлескен кезде, экономисттің айтқан үкіметті сынап сөйлесе, экономист, біз оған бірақ үкіметтің мынандай жасаған дүниелері бар деген сияқты баланс беріп отырамыз. Сонда ол жеткіліксіз деп ойлайсыз ба деген сияқты. Қанат Тілеуханнан ондай мүлде талпыныс болған жоқ. Керісінше екеуміз бір жақта тұрып алып табалай берейік деген сияқты мысқылдап күлді. фрейм болды. Мысқылдап күлді. Шынжырдан босаған әйелдер шынжырдан босаған ит сияқты дегенде ол мысқылдап күлді. Тағы бір айта кететін тұсы бар бұл сұхбаттың. Соңғы жағына қарай барлығымыз пара береміз. Сіз пара беріп көрдіңіз ба дегенде, я мен беріп көрдім, ақшалай болмаса да сыйлықпен пара бердім деген сөздер естілді. Менің төбе шашым тік тұрды. Бұл жерде негізі журналистік этика ол заңға қатысы жоқ нәрселерді талқылайды, бірақ бұл жерде этика емес, керісінше заң бұзылып отырғанда сияқты, өйткені пара беру ол қылмыстық құқық бұзушылық, солай емес па? Екеуі де осы жерде отырып алып, пара беруді де нормализациялады деп айтуға болады. Бұл сұрақпен не айтқысы келгенін түсінбедім, не тақырыпты көтергісі келгенін түсінбедім. Жаңағы біздің керемет сәуегей деп жүрген ақынымыздың да деңгейі бұл жерде тағы көрініп қалды. Пара беруді норма деп, біздің қоғам осылай керемет пара береміз деп. Яғни Бақыт Беделхан мен Қанат Тілеуханның аңсаған дәстүрлі қазақ қоғамы әйелдерін ұрып соғатын пара беруші еркектер болса, онда біз бұнымен жетіспейміз. Сосын оны естім. Сосын мынандай бір жағдайды қарастыруға болады. Мысалға, егер бұл сұхбат тікелей эфирде болғанда, журналист мүмкін дайындығы нашар болғанда, онда белгілі бір деңгейде бір кейбір тұстарына түсініспен қарауға болар еді. Бірақ бұл сұхбат жазылған, одан кейін монтаждалған, және дәл сол әйелдерге қатысты сөзін тақырыпқа шығарғаны, немесе коверге шығарғаны, ол саналы түрде журналистің шешімі. Журналистің дәл сол жерді таңдап алып, мүмкін кликбейтке салынғысы келді ме, сіз айтқандай мүмкін сол қара пиардың өзі де пиар деген сияқты көзқараспен шығарғысы келді ме. Бірақ мұның осындай үлкен бэклаш дейді ғой, ондай қарсы күшке айналып кететін мүмкін көрмеген шығар. Бірақ Қанат Тілеухан әлі күнге дейін ешқандай пікір білдірмеді, және видеоға қатысты өзгеріс жоқ, әлі сол күйінде тұр. Фейсбукте жазған посты осыған былай деп жазыпты Қанат Тілеухан. Ақын драматург Бақыт Беделханмен сұхбатым шықты, біраз мәселелерді айттық, әйелдер қауымынан қорқып отырмыз, нүкте, жақша, яғни күлкі, сілтеме төменде дейді. Яғни бұл әдейі жасалып отырған нәрсе. Яғни Қанат Тілеухан сұхбат кезінде де, сұхбаттың монтажы кезінде де өзінің этикалық өрескел қателіктерін түсінбеген,
және оны әдейі алға шығарып әйелдер қауымынан қорқып отырмыз деп бұл посттың артында да айтыс болсын, менің қаралымым көтерілсін, сол арқылы ютубтағы бұл сұхбаттың да қаралымы көтерілсін деген мәселе бар. Бұндай тек қана Қанат Тілеуханның басында емес, бұл жерде бұл үлкен бір мәселе бар біздің қазақ журналистикасында болсын, басқа журналистикада да болсын, бірақ ол басқаша тақырып, жай ғана сөзге айтып отырмын. Ал Қанат Тілеуханның бұған жауап бермеуі бұл әлі тағы бір нәрсені көрсетіп тұр. Не нәрсені көрсетіп тұр? Яғни ол өзінің қателескенін мойындағысы келмей тұр. Мүмкін мен қателестім деп те ойланып отқан жоқ шығар. Егер ол қателескенін түсінгенде, мынау әлеуметтік желілерде оған қатысты айтылған сындардың бәрін ескеріп, содан бір білімін жаңартып, этика тұрғысынан өзі іштей зерттеп қарағанда, онда менің ойымша ол бірден реакция білдіріп, бірден жаңағы немесе Фейсбукте бір жерде пост жазып, өз әрекетін түсіндіруге тырысар еді. Оны ол әлі күнге дейін жасаған жоқ. Соған қарағанда ол сол сұхбатта айтқан пікірлермен келіседі. Оған қатысты көзқарасы өзгерген жоқ. Және өзгермейтін де сияқты. Себебі осы уақытқа дейін оны қолдап келе жатқан белгілі бір топ бар. Мысалы, әлеуметтік желілерде ол мықты документалист, деректі фильмдердің авторы деп оны қорғауға тырысты. Ол негізі whataboutism да, мысалға. Белгілі бір азамат өмір бойы тамаша қоғамға пайдалы контентпен айналысу мүмкін, дүниемен айналысу мүмкін, бірақ оның көзқарасы осындай жағдайларда теріс екені шығып қалса, сол теріс көзқарасын ақтап алуға оның бүкіл еңбегін қолдану ол дұрыс емес. Оны whataboutism деп отыр. Онда ол анаушы, мысалға Гитлердің бүкіл әрекетін оның жаңағы Бірінші дүниежүзілік соғыстағы ерлігімен ақтап ала алмайсыз ғой. Мысалы, ол ерлігі жасап, соғыста жарақат алып, ефрейтор болып, жаңағы сондай бір соғыстың батыры болып қайтып келген Бірінші дүниежүзілік соғыста. Сонымен ақтап алмайсыз ғой, мысалы. Сол сияқты мен бірнеше журналистің постын көрдім, Қанат Тілеуханды ақтап алуға тырысты. Сосын Қанат Тілеуханға қатысты сын айтқан журналистерді сынаған басқа журналистер болды. Өздері дым бітірмей жүр, бірде-бір дүние жасап отқан жоқ. Қанат Тілеухан сияқты бір фильм түсіріп отқан жоқ. Енді келіп батыстың көзқарасына тойып алып, сынап отыр деген сияқты. Жалпы ол жалпылама фреймдеу да, мысалға. Мен батыста оқып келдім. Тағы біреу бір батыстың институттарында жұмыс істеді. Сол батысқа кімнің қандай байланысы бар? Болды, оның барлығын сол жаңа 5-ші колоннаға фреймдеп қойып, сендердің барлығын дискредиттеуге болады, себебі сендер қазақтың дәстүрлі қоғамынан алыстағансыңдар деген сияқты көзқараспен жала-жаба салу деп ойлаймын, менің ойымша. Бұл жалпы рационалды қоғамда біз бәріміз ашық, әр кейсті индивидуалды талдауымыз керек. Қанаттың бұрынғы еңбектерін ашып, үйтіп, оның еңбегі күшті болды деп айтудың қажет жоқ. Ол еңбектері өз бағасын алды кезінде. Қазір біздің талқылайтынымыз дәл осы контекстте, дәл осы сұхбатта ол нені айтқысы келді, неге ол журналистік принцип сақтамады. Дәл соны талқылайық, болды. Басқа ештеңе керек емес. Біз сұхбат осы әңгімеміздің басында қандай принциптердің бұзылғанын айтып кеттік, бейтарапты болмады, шындықты іздемеді дедік, бірақ бұл жердегі Қанат Тілеуханның бұл сұхбатының ең басты келтірген зияны ол тұрмыстық зорлық-зомбылықта құрбан болған әйелдер, немесе күйеуінен таяқ жеген әйелдер, қатты қиналған әйелдерге жаңағы олардың тәжірибесін жоққа шығарды. Бұл осы зиян үлкен. Өйткені бұл жерде жаңағы Бақыт Беделханның мынадай сөздері болды. Күйеуінен таяқ жеген әйелдер барып қазір оларды жаңағы өздерінің құқығын қорғап кетті деген. Сол жерде осы сұхбатты көріп отырған, күйеуінен таяқ жеген, бір зардап шеккен әйелдер болуы мүмкін. Және оны көретте ол ойлайды, біздің ер азаматтар әлі өзгермеген екен. Біздің қоғамның ең жақсы деген журналистері мен ең керемет деген ақындары осылай айтып отырса, біз қайда барамыз деп одан әрі түңіледі. Қанат Тілеухан соны түсінбегені қынжылтып отыр да. Негізі әрбір журналистің өзінің пікірі болуы мүмкін. Біз Қанат Тілеуханның пікірі мынадай екен, оның пікірі біздің пікірімізге келіспейді екен деп сынап отырған жоқпыз. Қанат Тілеуханның пікірі болады. Ол ойлауы мүмкін, шын мәнінде батыс құндылықтары қазақ дәстүрлі қоғамын бұзып жатыр деп шын жүрегімен солай ойлауы мүмкін.
өйтіп ойлауға барлық құқығы бар, өзінің ойын жеткізуге де барлық құқығы бар. Бірақ осы жерде тұрмыстық зорлық зомбылықтан зардап шеккен адамдардың басынан кешкенін жоққа шығару ең үлкен зияны. Өйткені комментарийлардың ішінде де осы сұхбатты қолдап жатқан адамдар көп. Дұрыс айтады, әйтеуір біреу айттау, қазақтың құтырған қатындарына біреу басу айттау деген комментарийлар кетті. Ер адамдардың атынан да, әйел адамдардың да атынан да. Журналисттің жаңағы бір сөз бар ғой, бәрі айтатын, жегені жаңғақ, арқалаған алтын дейтін бет. Бұл сөзді біз қалай түсінеміз? Журналистің қолында үлкен күш тұр ғой. Біздің қолымызда үлкен күш тұр, өйткені бізде аудитория бар, иә, үлкенді болсын, кішілі болсын. Және біз сол аудиторияға не айтамыз, қандай хабарлама жібереміз, сол өте маңызды. Сондықтан Қанат Тілеухан өзінің пікірін айтсын, Бақыт Беделхан өзінің пікірін айтсын, бірақ бұл жерде Қазақстандағы үлкен проблема болып отырған тұрмыстық зорлық зомбылықты зардабын жоққа шығару ең үлкен жеңіс болды меніңше. Иә, сосын әйелдерге деген өшпенділікті күшейтуге мүмкіндік береді. Өзінің платформасы арқылы. Оның ең үлкен оған қатысты кейс көп. Мысалға, Руандада 1994 жылы танымал, сол мемлекет танымал бір радио, сол елде тұратын Тутси деген этностың жаңағы соларға жала жауып, солардың соларға қатысты бүкіл халықтың эмпатиясын төмендететін пропаганда жүргізеді 1 жыл бойы, мысалы, радио. Ол радио қалай аталатын еді? Ұмытып тұрмын атын, бірақ ол геноцид радиосы деп аталып кетті кейін коммуникация ғылымында. Яғни солардың 1 жылдық пропагандасының есебінен Тутси халқына, жаңағы Руандадағы халық саны көп, жаңағы Хуту деген халық болды. Солардың оларға қатысты көзқарасы нашарлап кетті пропагандаға қатысты. Кейін олардың арасында қақтығыс болып, мыңдаған Тутси халық өкілдерінің қырылып қалуына алып кетті. Яғни геноцидке жеткізді сол журналистердің еңбегі да, мысалы, радионың еңбегі. Сондай соған біз біліп білмей сондай фреймге, өшпенділікке жол бермеуіміз керек, журналист деген. Яғни дәл осы сұхбатта біз әйелдерге деген өшпенділікті нормализациялап отырмыз. Сосын бұл жерде дәл осы жобаның продюсері де Фейсбукте жазды да, мысалға, сөз бостандығын үнемі талап ететін осы батысшыл азаматтар енді сөз бостандығына қарсы күресіп жатыр. Мынау бәрі YouTube-тағы сұхбатқа шағым түсіріп жатыр деген сияқты көзқарасты бір нәрсе жариялады. Сосын мен оған қарсы пікір жаздым. Ол сөз бостандығы мен хейт көзқарасты шатастырмау керек. Сөз бостандығы деген кезде біз журналистің негізгі принциптерінің бірі жаңа зиян келтірмеу құндылығын біз, бұл жай пікір ғой, бұл қонақтың пікірі ғой деп, соны сөз бостандығының қалқанымен өткізіп жіберуге болмайды. Ол жаңағы, оны коммуникация ғылымында opinion laundering деп аталады. Opinion laundering. Яғни money laundering деген сияқты. Иә, бұл менің жай пікірім ғой деу арқылы хейтті, фейкті немесе қастандық ойларды жариялай беру арқылы сіз қоғамдағы бір қақтығысқа, дүрбелеңге немесе бір өшпенділікке жетелейтін нарративті таратуыңызға болады деген сөз емес та. Ол қоғамға зиян келетін нарратив болса, біз оған саналы түрде қарсы күресуіміз керек, әрбір журналист. Сол үшін де журналистің негізгі принциптерінің бірі зиян келтірмеу деген пункт қосылған. Соны мен түсіндіруге тырыстым, бірақ білмеймін, түсінді ме, түсінбеді ме, бір әлі күнге дейін дұрыс жауап олардан жарияланған жоқ. Тағы бір сөзі Бақыт Беделханның былай деп кетті. Бұл жалпы сөз құтырған қатын тақырыбы қайдан шықты? Жақында әйелдердің отбасын сақтаудағы рөлі туралы үлкен 2 оқиға болды. Біреуі Тұрсынбектің әйелі Мөлдір Мұқанованың берген сұхбаты, және екіншісі Дариға Бадықованың ажырасуы туралы мәселе, иә. Соны өзі де айтып қалды. Мөлдір Дариғалар алдынан шықпаса екен деп отырам деп айтып қалды жаңа Бақыт деген кісі. Соған қарағанда мен айтамын да, мысалы, олар айтады, қатындар құтырып, психологтардың айтқанына еріп, отбасын жаңағы талқандап жатыр дейді. Тұрсынбек пен Мөлдірге қараңыз, 14 жыл бойы басқа әйелге барғанына көзін жұмып қарап,
отбасын сақтаймын деп барын жасады Мөлдір Мұқанова мысалға. Бұл жерде Мгм. құтырған кім осы отбасын ғана алатын болсақ. Яғни біреудің отбасын талқылағым келіп отырған жоқ, бірақ ол кісі өзі айтқаннан кейін және қоғамдағы басқа процестердің Мгм. көрінісі болып отырғасын мысал ретінде айтып отырмын. Бұл жерде Мөлдір құтырған жоқ қой. Барынша қазақ әйелінің дәстүрінше отбасымды сақтаймын деп шыдап төзіп келді, соңында бәрібір отбасы талқандалды. Сондықтан мына Бақыт деген кісіге білмеймін, мен өзім бұрын соңды ол кісінің аты жөнін естімеппін, ол да менің аты жөнімді естімегеніне 100% сенімдімін. Сондықтан бірақ осы сұхбаттан кейін ол кісіні ақын деп жүрген кісілер енді негізі айтады ғой, не возведи себе кумира дейтін бет, бір кісілерді керемет жақсы кісі деп ойлап жүреміз де, бір күні содан кейін деп аузымызды ашып жатамыз. Сондықтан бұл жерде мен Қанатты да, Бақытты да қатты кәнсілдегім келіп тұрған жоқ. Бірақ осы ойдан, осы оқиғадан бір нәрсе түйсе екен деп ойлаймын да, журналистер. Алдағы уақытта не айтып, қандай сөзге жол беріп отырғанымызды аңдып отырайық. Бұл кейс енді жалпы студенттер, журналистика студенттері үнемі талқылайтын кейске айналды деуге болады. Алдағы уақытта үнемі осыны талқылайтын болады. Жалпы сұрақ қою стандарты, журналистің сұхбат кезінде баланс сақтауы, өшпенділікке қарсы тұра білуі, немесе шындықты іздеу деген сияқты бүкіл принцип жаңа өзіңіз айтқандай қамтып отыр ғой бұл жерде. Ал Бақыт Беделханға келсек, ол кісі жалпы таза бұрынғы патриархалдық құқықтық емес мемлекеттің көзқарасын көрсін. Біз қазір құқықты мемлекетте өмір сүреміз. Ер мен әйелдің құқығы тең деген жаңағы сондай конституцияда жазылған құқықтық ел болсақ та, бізде әйелдің көп зардап шегіп отқанын біз қанша дәлелдермен, қанша оқиғалармен, кейстермен көріп жүрміз де, соған қарсы көзқарасының, ақынның сондай көзқарасы бар екен, ол енді әрине жалпы ол кісінің өз деңгейін білдіреді деп ойлаймын. Енді ол кісі бұл жағдайға реакция білдірмейтін де шығар мүмкін. Ол себебі оның ойы да өзгермейтін шығар. Бірақ енді біз кейске қатысты болғаннан кейін айтып отырмыз, жалпы мұндай көзқарасты біз таратуға жол бермеуіміз керек. Журналист ретінде ол өшпенділік, қастандық теорияларын тарату арқылы біз қоғамды бір дүрбелеңге алып келеміз. Оған біз этика стандарты да, жалпы адамның моральдық құндылығы да жол бермейді деп ойлаймын. YouTube-тағы сұхбат жарияланған каналды көріп отырмын. Ол дәл сол сұхбаттың астындағы комментарийлердің өзінде тазалап отырған сияқты. Себебі ол Threads-те, Facebook-те барлық жерде қызу талқыланып жатыр да, бірақ сол дәл сол сұхбаттың астына қарасаңыз, тек сол Бақыт Беделханды мақтаған және Қанат Тілеуханды мақтаған кісілердің комментарийлері тұр. Соған қарағанда мен олар жаңағы сын айтылған, сыни түрде жазылған пікірлерді өздері өшіріп отырған сияқты деген күдік бар. Мен ол кісілерді бір күн жолығып жатсам, мен оны да сұраймын, себебі жаңа продюсердің өзі сөз бостандығы деді да, сөз бостандығы деп тұрып, сол пікір бағанында өздері сөз бостандығын шектеп отырса, енді ол ұят деп ойлаймын негізі. Онда осымен біздің бүгінгі шығарылымды аяқтайық. Мен тыңдармандарға айтарым, егер өздеріңіздің пікірлеріңіз болса, бізбен келіссеңіздер, келіспесеңіздер, комментарий қалдыруларыңызды сұраймыз. Лайк басып, басқа адамдармен осы шығарылымды бөліссеңіздер, қазақ журналистикасы туралы кішкентай ғана подкастымыз ары қарай дами береді. Сондықтан көмектеріңізге үлкен көп рахмет. Жақсы, аман сау болыңыздар. Келесі шулы жағдайда кездескенше.